Сәлем қыздар, қалайсыздар? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін пеште пісетін осындай керемет жұмсақ болып пісетін беляшылар дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіздер. Лүпіл басып, комментарий қалдырып кетіңіз. Барлық керекті ингредиенттардың мөлшерін описанияға қалдырдым. Бұл жерде бізде жылы сүт, бір жұмыртқа, қант, тұз, дрожж, ерітілген сары май және ұн. Алдымен жылы сүтімізге тұзымыз бен қантымызды саламыз, кейін оған бір жұмыртқа салып, жақсылап араластырамыз. Кейін ерітілген сары майды салып, араластырып, одан кейін ұнды салып, жақсылап жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамыр осылай иленіп болғаннан кейін бетін жауып, көтерілуге 1-1,5 сағатқа қоямыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Бұл жерде бізде фарш, 1 үлкен пияз, 1 картоп, татымына қарай тұз, бұрыш. Бұл жерде пияз блендерде өткізілген, сіздер ұсақтап тұрасаңыздар да болады. Картопты барынша ұсақтап, кішкентай етіп тұрағандарыңыз жақсы. Барлығын салып, жақсылап араластырамыз. Салмамыз дайын. Қамырымыз көтерілді. Бұл жерде мен 1 рет қайтарып қойдым. Бұл екінші рет көтерілгені өте жұмсақ, қолға жабыспайтын, жұмыс жасауға өте ыңғайлы қамыр шығады. Осы қамырды бірнеше бөліктерге бөлетін боламыз. Қалауларыңызға қарай кішкентай немесе бұдан да үлкенірек жасасаңыздар да болады. Барлығын бөліп болған соң осылай біріншісін алып, қолымызбен жақсылап жаятын боламыз. Сосын ішіне салмасын салып, беляши сияқты ішке қарай бүктеп, жақсылап қаттырақ етіп тиеміз. Себебі піскен кезде көтеріліп, одан сайын ашылып кетуі мүмкін. Және ортасындағы тесігін барынша кішкентай етеміз. Ол да піскен кезде қатты ашылып кетуі мүмкін. Осылай барлығын жақсылап тиіп, пергамент төселген протеинға барлығын жайғастыратын боламыз. Бұл жерде пешімізді 180 градуста алдын ала қыздырып қоямыз. Менің каналымнан тағы да басқа видеолар көргіңіз келсе, маған міндетті түрде комментарийға жазыңыздар. Барлығын оқып қарап шығатын боламын. Барлығын осылай жақсылап орналастырып болған соң, жұмыртқаның сарысын алып, бетіне барлығына жағып шығатын боламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минуттай пісіретін боламыз. Біздің беляшиларымыз дайын болды. Өте керемет, жұмсақ, сочный болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Ас болсын!